Дана, мәтін тақырыбы дегеніміз не? Оны Зияттан сұрап көрейік. Сәлем, Зият. Сәлем, Дана. Зият, мәтін тақырыбы дегеніміз не? Мәтіннің тақырыбы дегеніміз мәтінде сөз болатын мәселе, мәтін мазмұнының арқауы. Мысалы, халқымыздың бізге жеткен ою-өрнек үлгілері сарқылмас қазына. Ою-өрнек тұрмыста бұйымның бетін әшекелеуде қолданылатын нақыш. Ғалымдар ою-өрнектердің 200-дей түрін анықтады. Мысалы, қошқар мүйіз, арқар мүйіз, бұғы мүйіз, қырық мүйіз, қос мүйіз. Қазақ оюларының мазмұны күнделікті өмірде кездесетін әртүрлі заттардың сыртқы бейнесін аңғартады. Бұл мәтіннің тақырыбы ою-өрнектер. Дұрыс айтасың. Зият, ал мәтіннің негізгі ойы дегеніміз не? Мәтіннің негізгі ойы дегеніміз автордың айтайын деген басты пікірі. Мысалы, өнердің бәрін біл деген. Әкемді тыңдап күнде мен, ақылымен анамның сурет салуды үйренем. Жеті өнерде аз деген. Атамды тыңдап күнде мен, ақылымен әжемнің ойы үйренем. Осы өлеңнің мазмұнына өнерді үйрен де жирен мақал мәтелі сәйкес келеді. Түсінікті. Көп рахмет, Зият. Сау бол. Сау бол, Зият. Сау бол. Білгенің жөн. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атайды. Тәуелдік жалғаулары үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Мысалы, өнерім, өнерің, өнеріңіз, өнері, өнеріміз, өнерлерің, өнерлеріңіз, өнерлері. Есіңе сақта, зат есімнің тәуелдік жалғаулары. Жекеше түрі бірінші жақ, ым, екінші жақ, ыңыз, іңіз, үшінші жақ, с. Көпше түрі бірінші жақ, ымыз, іміз, екінші жақ, ыңыз, іңіз, үшінші жақ, с. Дана, үй тапсырмасын орындап болдың ба? Қазақ тілінен қандай тапсырма берілді? Орындап болдым. Алтын адам. Бар киімі, қаруы, алтындалған ыдысы. Тауып алды сүйекті жер қазғанда бір кісі. Пақыр емес әрине, патша әлде кім білсін. Заманында билеген ұлылардың ұлысы. Осы өлеңдегі киімі, қаруы, ыдысы сөздеріне қандай тәуелдік жалғаулары жалғанғанын табу керек. Ал тәуелдік жалғаулар дегеніміз не? Заттың біреуге меншікті екенін білдіріп, жалғауларды тәуелдік жалғаулары деп атайды. Тәуелдік жалғаулары үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Мысалы, қоржыным, қоржының, қоржыныңыз, қоржыны, қоржынымыз, қоржындарың, қоржындарыңыз, қоржындары. Демек, киімі, қаруы, ыдысы сөздері тәуелдік жалғауының үшінші жақ, жекеше түрі. Дұрыс, жарайсың, Дана, тақырыпты жақсы меңгеріпсің. Білгенің жөн. Әңгіме оқиғаны қара сөзбен баяндайтын көркем шығарма жанры. Әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз болады. Мәтіннің тақырыбы дегеніміз мәтінде сөз болатын мәселе, мәтін мазмұнының арқауы.